Болгарскийді турамай-ақ бүтіндей салып қыстық салат дайындаймыз. Қысқа арнап жауып қойсаңыз да болады. Дәмі өте керемет, ыстық тағаммен бірге ұсынғанға жақсы кетеді екен. Алдымен қызып тұрған майда болгар бұрыштарын салып, дәл осылай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Осы майға енді пияздарымызды салып сарығанша қуырамыз. Үстінен бір дана ащы бұрышты салып жібереміз. Осының үстінен енді ірілеп туралған қызанақты салып араластырып, ұсақталған сарымсақпен дәміне қарай тұзымызды салып араластырып, барлығын енді жарты сағаттай қайнататын боламыз. Жарты сағатта қызанағымыздың сөлі шығып керемет болып дайын болды. Осы кезде қуырылған бұрыштармен ұсақталған ас көкті салып 10 минут бұқтырамыз. Салатымыз дайын, дәл осылай қысқа арнап жаба берсеңіз болады. Ал енді Алматының бағасынан да арзан, оптың бағада бір қол Өскемен дүкенінен мен осындай үйге қажетті, осындай ағаштан жасалған қалың, әдемі, қазіргі трендтегі ыдыстымды, және гриль таба, әдемі осындай арзан ақ тарелкалар және чайниктердің түр-түрін өзіме керек заттарымды алып алдым. Бұл жерде үйге қажетті барлық заттар таба аласыздар. Тойбастарға өте арзан бағадағы осындай оптың дүкенді тауып алдым. Дәл осылай ыдысқа міне әдемілеп тағамыңызды салсаңыз, дастарханда өте әдемі көрінеді. Салатқа енді нан батырып отырып жесеңіз, дәмі деген өте керемет болады екен. Парақшасын жіберіп алмай, дәл қазір тіркеліп алыңыз. Баршаңызға ас болсын.